Ассаламуалейкум. Бүгінгі мынау біздің сұхбатымызда мал шаруашылықта мал бағып байы жолына түскен таныс Меделхан ағамызбен бүгін сұхбаттамыз. Иә аға, амансыз. Ал енді аға, мынау бағып жатқан ақ қойыңыз бен қызыл қойыңыздың бір айырмашылығын айта кетсеңіз. Ақ қой ақ, қызыл қой қызыл. Жоқ аға, менің айтпақшы, мысалы осы қойларыңыз қанша кіліден жүн береді демекшімін ғой. Ақ қой ма, қызыл қой? Қызыл қой. Қызыл қой сол 3 келі жүн береді. 3 келі жүн бере ме? Жақсы береді екен. Олай болса ақ қойшы? Ақ қой да сол 3 келі жүн береді. Ақ қой 3 келі жүн бере ме? Ой, жақсы екен, жүнді екен қойларыңыз. Ал енді аға, бұл қойларыңыз қанша литрдан сүт береді? Ақ қой ма, қызыл қой ма? Қызыл қой. Қызыл қой сол 2 келі сүт береді. 2 келі сүт береді дейді. Сүтті қойлар екен ғой қойларыңыз. Ал олай болса ақ қойларыңызшы? Ақ қой да сол 2 келі сүт береді. Оқсыз екен ғой бұл. Ал енді ондай болса мақұл, бұл қойларыңызды бүтіндей сатқанда қанша килограммнан ет береді? Ақ қой ма, қызыл қой ма? Мақұл, қызыл қой. Қызыл қой сол 15 келідей 20 келі ет береді. 15 келіде 20 келі. Ал енді ақ қойыңызшы? Ақ қой да сол 15-те 20 келі ет береді. Бұл оқсас екен ғой, маған басында айта салмайсыз ба? Бұл жүні де, сүті де ұқсас екен ғой? Қойларыңыздың. Оқсамайды. Қалай оқсамайды ол? Қайтып оқсайды ол? Ақ қой мен қызыл қой оқсамайды ол. Ақ қой деген менікі тұрса. Ақ қой сіздікі ма? Бұлай деп айтпайсыз ба, ақ қой сіздікі болса. Ондай болса аға, қызыл қойшы? Қызыл қой да менікі. Не болды? Өз кімді ақымақ қып тұрсыз өзі? Ақ қой ма, қызыл қой ма? Қойшы бол.